Бармақтай бала ертегісі. Ертеде бір отыншы әйелімен өмір сүріпті. Олардың 4 ұлы болыпты. 3 ұлы бойшаң, сұңғақ болса, бір ұлының кішкентай болғаны сонша, оны бәрі бармақтай бала деп атап кетіпті. Олар өте нашар тұрыпты. Жоқшылықтың кесірінен балалары орманға күнде жетекпен саңырауқұлақ жинауға барады екен. Бір күні әдеттегідей таңертең ағайынды 4-еуі жиналып саңырауқұлақ теруге орманға барады. Орман ішінде олар жауыз қарақшыға кез болады. Қарақшы балаларды ұстап алып былай дейді: «Ал енді мен сендерді зынданға қамап қоямын да, әке-шешелеріңнен құнын төлемегенше ұстаймын» дейді. Балалар қанша жалынғанымен қарақшы оларды босатпайды. «Біздің ата-анамыз кедей адамдар, олардың құн төлейтін шамасы жоқ» деп балалар жалбарынады. «Ақшалары жоқ десеңдер, онда сендерді жеп қоямын» дейді қарақшы. Содан балаларды қамап қойып, өзі той тойлауға кетеді. Сорлы балалар қараңғы зынданда қорқып жылап отыр. Ал бармақтай бала болса, есіктің саңылауынан еркін өтіп, қарақшы тойлап жатқан бөлмеге кіріп кетеді. Көп ұзамай тамақ пен шарапқа тойып алған қарақшы тура дастархан үстінде ұйықтап қалады. Бұл кезде бармақтай бала ақырындап келіп, қарақшыдан зынданның кілтін шешіп ұрлап алады. Содан тездете барып бауырларын қамаудан босатып алады. Ұлдар қашып шығып, үйлеріне жан ұшыра жүгіреді. Қарақшы оянып қуып келе жатқан жоқ па деп қорқып қайта-қайта арттарына жалт қарайды. Қарақшы ұйқыдан тұрып қараса, тұтқындары қашып кетіпті. Сиқырлы жүйрік етігін киіп алып, қыр соңдарына түсе жөнеледі. Ұшып келе жатып, қашып кеткен ұлдарды төменнен шолып келеді. Сөйтіп жүргенде қарақшы шаршап, дем алмақ болады. Ормандағы бір дөң басына жантайып ұйықтап кетеді. Сол дөңнің етегінде үңгірге балалар тығылған екен. Ағайынды балалар үңгірден шыға сала тым-тырақай қаша жөнеледі. Бармақтай бала ойланып қайтып келеді. Ол қарақшының сиқырлы етігін шешіп алып, аяғына кисе, етік кішкентай боп аяғына дәл болады. Үйге келсе, бауырлары күтіп отыр екен. Ата-аналары балаларының аман келгеніне сондай қуанады. Содан бері етік киген бармақтай бала патшалықтың жел аяғы болыпты. Қарақшы болса, ормандағы дөң үстінде сол күйі қала беріпті. Бармақтай бала оның сиқырлы етіксіз қалдырып, онсыз қарақшы жүре алмайды екен.